Байқоңыр қаласы номер 272 орта мектептің физика пәні мұғалімі. Бүгінгі педагогикалық идеялар фестиваліне ұсынғалы отырған идеямның тақырыбы ұлттық ойындар физика сабағында. Мақсаты физика сабағында ұлттық ойындар арқылы оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру. Міндеттері ұлттық ойындар арқылы оқушылардың танымдық қасиеттерін көтеру, пәнге деген қызығушылығын арттыру, оқушылардың білім білік дағдыларын қалыптастыру, сараптау қабілеттерін дамыту. Өзектілігі оқушылардың білімнің өмірлік маңызын түсінуі теория мен практиканы байланыстырады және оқушылардың біліміндегі формализм элементін жояды. Осы тұста ұлттық ойындар физика сабақтарына қолдана отырып, физикалық заңдылықтар түсіндіріп қана қоймай, оқушылардың бойына ұлттық санамызды негізге ала отырып, оқушыларды адамгершілікке, еңбекке, ептілікке тәрбиелеуге болады. Оқушыларға нақты мысал келтіре отырып, олардың алған білімдерін маңызды практикалық мәселелерді шешуге қажет екендігін түсіндіру. Осы мақсатта ұлттық игіліктерді физика сабағына енгізе отырып, физикалық заңдылықтарды оқушыларға түсіндіру тиімді болып келеді. Аса құнды игіліктердің біріне ұлттық ойындар жатады. Физика сабағында ұлттық ойындарды әдістер ретінде ұсыну. Сабақ барысында оқушыларға тапсырмаларды ұлттық ойындар ретінде ұлттық ойындарды пайдалана отырып ұсынсақ болады. Мысалға алатын болсақ, аңшылар ойыны. Ойынға 12 оқушы қатысады. 2 оқушы аңшы, 10 оқушы үйрек болып отырады қарама-қарсы партада. Және үйректер аңшыларға сұрақ қояды. Аңшы сұрақтарға жауап берген сәтте олар ұпайға ие болып отырады, үйректерді атып алып отырады. Және де бұл сұрақтарға жауап беруге байланысты бағаланып отырады. Орамал тастау ойыны. Сұрақ жазылған орамал немесе конвертті бастаушы кез келген оқушыға береді. Ол оқушы физикалық терминдерді буынға бөлу арқылы оқушылар конверттегі сұрақтарға жеке-жеке жауап беріп отырады. Келесі хан, аламан бәйге, ақтерек ойындары да осы ойындарында физика сабақтарында пайдалансақ болады. Жалпы осы ойындар арқылы оқушылар ұлттық ойындардың маңызын түсінеді және сабаққа деген қызығушылығын арттырады десек те болады. Физика сабағында ұлттық ойындарды қолдану. Жалпы ұлттық ойындар, қазақтың ұлттық ойындары қозғалысқа және логикалық ойлауға негізделген. Осы физика сабақтарын біз ұлттық ойындарды ойнату арқылы өткізетін болсақ, оқушыларға тақырыпты меңгертуде жақсы нәтижеге жетеміз. Мысалға алатын болсам, мына жерде сіздерге көрсетілген көген тартыс ойыны. Бұл ойында бір түзудің бойымен қарама-қарсы жаққа қарай бағытталған күштердің тең әрекетті бағыты көрсетіледі. Және осы ойындарды сабақ барысында оқушыларға ойната отырып, оқушылар ұлттық ойынның маңызын және нәтижесін түсінеді, бойына сіңіреді және тақырыпты толық меңгере алады. Бұл ойынды біз Ньютонның 3-ші заңын тақырыбын өткен кезде оқушыларға ойнатсақ болады. Келесі білектесу ойыны. Білектесу ойынында да біз күштер тақырыбын өткен кезде жаңа сабақты бастамас бұрын оқушыларға ойнататын болсақ, оқушылар осы ұлттық ойынның маңызын түсінеді және де күштер тақырыбын жақсы меңгеретін болады. Аударыспақ ойында да 2 адам күреседі. Ол кезде ол адамдар бір-біріне күшпен әсер етеді және бұл жерде назар аудара кететін ол денелердің немесе адамдардың массасына назар аударуымыз керек. Оқушыларға осы жағынан түсінік қалыптастыруымыз керек. Алтыбақан ойыны. Алтыбақан ойынын біз математикалық маятник тақырыбын өткен кезде оқушыларға көрсетсек болады. Жалпы ол алтыбақан математикалық маятникке ұқсас модель болып келеді. Бұл жерде оқушыларда период, жиілік, амплитуда, масса ұғымдар қалыптасады және еркін және еркісіз тербелістер тақырыбын оқытқан кезде оқушыларға терең мағлұмат беруге болады. Асық ату ойыны жалпы дәлдікті талап етеді. Қорғасын құйылған сақа ол жер бетімен оңай домалайды және де соққыны дөп қабылдауға бейім келеді. Жалпы ұлттық ойындар арқылы денелердің өзара әсерлесуі, масса, импульс, денелер импульсін сақталу заңы, массаның сақталу заңы деген секілді тақырыптарды оқушыларға түсіндірсек болады. Осының нәтижесінде оқушылар ұлттық ойынның маңызын түсінеді және физика тарауларындағы тақырыптарын толық меңгере алады. Физика сабағын халқымыздың тұрмыстық ерекшеліктерімен сабақтастыра оқыту оқушылардың логикалық ойлау қабілетінің дамуына, жаңа тақырыпты жеңіл меңгеруіне, ынтасын дамыта отырып сабаққа деген қызығушылығын арттыруға септігін тигізеді. Қорытындылап айтатын болсам, 1 жылдығын ойлаған халық егін егеді, 100 жылдығын ойлаған халық ағаш егеді және 1000 жылдығын ойлаған халық сапалы, білімді, саналы ұрпақ тәрбиелейді деген дана сөзбен аяқтағым келеді. Рахмет.